және қазіргі Англия мемлекеті. 17 ғасыр. Революцияға дейінгі Англия. Және 17 ғасырға дейінгі Англияның жағдайы ол бізде әлеуметтік экономикалық және саяси жағынан қарастыратын болсақ, әлеуметтік экономикалық жағынан революцияға дейін феодалдық қатынастардың ыдырауы басталды, капиталистік қатынастардың даму кезеңі 17 ғасырдан бастау алған болатын. Сауданың және өнеркәсіптің өсуі 17 ғасырда ақырындап көтеріле бастады. Бұл әлеуметтік экономикалық жағы. Екінші мәселе саяси жағынан король билігінің күшеюі, парламенттің рөлінің төмендеуі, және монархиялық жүйе 17 ғасырда көтерілген болатын. Және де халықтың наразылығының артуы. Әрине, мемлекетті тек қана бір ғана патша билеп монархиялық жүйе болса, оның ең басты ауыртпалығы халыққа тиеді. Қарапайым халыққа. Енді осы кезде кәсіпкерлер, жаңа топтық ақсүйектер өздерінің ақшаларын Англия шіркеуінің пайдасына жұмсағысы келмеді. Олар ақырындап пуритандарды көбірек қолдай бастаған болатын. 17 ғасырдың басында пуритандарда пресвитериандар және индепенденттер бағыттары пайда болады. Пуритандар екі бағыт ұстанады. Оның біріншісі пресвитериандар, екіншісі индепенденттер болып, ауқатты көпестер, жаңа жерлер және ірі жер иелері, джентрилер пресвитериандарға ақырындап айнала бастаған болатын. Енді революцияның себептері мен алғышарттары. Ағылшын буржуазиялық революциясы басталар кезде оның алғышарттары экономикалық жағынан сауда шектеуі, өнеркәсіптің дамуына кедергі келтірген болатын. Екінші, саяси жағынан корольдің абсолюттік билігі парламентпен екі арада қақтығыс болады. Үшіншісі, діни пуритандардың қудалануы болады және англикан шіркеуінің үстемдігі өте жоғарғы дәрежеде көтерілген болатын. Бұл бізде революцияның негізгі себептері. Осылай, осы 17 ғасырдың басына дейінгі ел билеп келген 1625 жыл нақтырақ айтсақ, бірінші Яков қайтыс болып, оның орнына 1625 жылы бірінші Карл таққа отырған болатын. Осы бірінші Карл таққа отырып, ел басына келгеннен кейін абсолюттік монархиялық жүйе қалыптасады. Яғни монархия бір адамның ел басқаруы. Осы кезде бірінші Карл елді 11 жыл бойы басқарады. Әрі қарай. Парламент наразылық білдірушілердің талаптары көрсетілген құжат, құқық туралы петиция қабылданады. Осы петиция 1628 жылы қабылданған болатын. Оның басты бағыты 11 жыл бойы елді билеп келе жатқан бірінші Карлға қарсы бағытталған болатын. Бірінші Яков басқаруының бас кезінде біріккен провинциялар бәсекелестіктер бір-бірімен күшейеді. Сонымен қатар Испаниямен қарым-қатынас, сыртқы саясатта Испаниямен жақсы болған болатын бірінші Яков кезінде. Осылардың және ең бастысы бірінші Карлдың жеке дара ел билігіне наразылық білдіру барысында мемлекеттің ішкі саясаты құлдырайды. Осы кезде бірінші Карл мемлекетте парламент шақыруға мәжбүр болады. Осы себептердің салдарынан ол корольға жаңа салықтарды жинауға рұқсат бермеген үшін таратылып, тарихқа қысқа парламент деген атаумен қалған болатын. Яғни қысқа парламенттің таратылып кетуіне не себеп болды десе, ол корольдің жаңа салықтар салуына парламент кедергі келтіреді. Сол себепті қысқа парламентті таратып тастайды. Көп ұзамай революцияның ақырында басталады. Англия тарихында қысқа парламент деген бар және ұзақ парламент деген бар. Ұзақ парламент 1640 жылы шақырылады. Ол корольге қарсы оппозициялық топтар қалыптасады. Екінші, реформалар. Корольдік соттардың жойылуы, парламенттің құқықтарының кеңеюі. Ұзақ парламент кезінде оның құрамындағы депутаттар
өздерінің корольге қарсы оппозициялық топ құрап, корольге қарсы өздерінің емін еркін ұсыныстарын айта алатын болған. Осы ұзақ парламент кезінде. Англия тарихында 1628 жылы құқық жөніндегі петиция қабылданады. 1640 жылы ұзақ парламенттің кезінде, нақтырақ айтқанда желтоқсан айында тамырлар мен бұтақтар туралы петиция жарияланады. 41 жылдың желтоқсанында, яғни араға тура бір жыл салып, ұлы ремонстрация қол қойылған болатын. Осылай екі құжат қалыптасқан болатын. Әрі қарай ұзақ парламенттен кейін бірінші Карлдың ел арасындағы беделі түседі. Сол себепті ол 1642 жылы бірінші Карл қаңтар айында солтүстікке қарай, яғни Шотландияға қарай кетіп қалады. Ол қаңтар айы. Ал тамыз айында, жаз уақытында парламентке қарсы соғыс ашады. Осылай 1642 жылы Англия тарихында азамат соғысы басталады. Азамат соғысы дегеніміз бір мемлекеттің ішіндегі екі топтың бір-бірімен соғысы. Осы соғысты азамат соғысы деп атаймыз. Азаматтық соғыс 1642 жылы. Енді мемлекетте екі топ қалыптасады. Ол бірінші корольді жақтайтындар, екіншісі парламентті жақтаушылар болып екі топқа бөлінеді. Осының ішінде корольге қарсы шыққан күштер қала өнершілері, саудагерлер, ерікті шаруалар және джентрилер. Джентрилер дегеніміз ірі қалада тұратын көпестер. Келесі, парламентке қарсы күштер. Олар ақсүйектер, солтүстік феодалдар мен дворяндар, ауыл қолөнершілері және дінилері. Осылай бізде корольге қарсы топ және парламентке қарсы топтар қалыптасқан болатын. Яғни қай топтар кімді жақтайтыны туралы айтып толықтап шықтық. Енді бұл жерде бізде англикан шіркеуі деген, диггерлер, индепенденттер, джентрилер дегеніміз, пресвитериандар, пуритандар, роялистер деген кімдер екені туралы нақты мәлімет көрсетілген. Егер дәптерге жазып алатын кезде видеоны паузаға қойып, мына барлығын көшіріп алу немесе кесте ретінде жазып алу өте пайдалы. Енді бұл жерде жаңа айтып өткен джентрилер қала буржуазиясы мен жаңа жер иелері, оны джентрилер деп атаймыз. Роялистер монархияшылдар, яғни король билігін жақтастары. Осылай бізде роялистер деген топтар. Енді азамат соғысы болар кезде міндетті түрде оны әрі қарай дамытып алып шығатын негізгі қозғаушы күш ол бізде әскер. Әскерлер бізде корольді жақтаушылар және парламентті жақтаушылар болып міндетті түрде екіге бөлінеді. Осы кезде корольді жақтаушылар бізде кавалерлер деп аталады, яғни салтаттылар. Ал парламентті жақтаушылар, олар домалақ бастылар. Неге домалақ бастылар? Себебі олар бастарын тақырғып алып тастағаннан кейін бастарын сол себепті домалақ бастылар әскері деп аталған болатын. Ол әрі қарай бізде жаңа әскери жүйені қалыптастырады және корольге қарсы парламент жаңа әскери тәртіпті қалыптастырған болатын, соғыс әдіс тәсілдерін өзгерткен болатын. Бұның барлығын өз қолына алып жүргізген Хантингтон жер иесі генерал-лейтенант ақсүйек Оливер Кромвель болған болатын. Осы Оливер Кромвель патша, корольге, яғни нақтырақ айтқанда, бірінші Карлға қарсы тұрған парламенттегі генерал-лейтенант. Нейсби шайқасы. Нейсби шайқасында Оливер Кромвель роялистерді жеңген болатын. Роялистер дегеніміз монархияшылар, яғни корольдің билігін жақтаушылар. Ал ол кездегі король бізде бірінші Карл. Нейсби шайқасында бірінші Карл шайқаста жеңіліс тауып, шотландықтарға қашып, Шотландияда тұтқынға түскен болатын.
Ал бұл суретте бізде Нейсби шайқасында оған көрініс көрсетілген. Келесі, леверлерлер. Леверлерлер немесе шынайы леверлерлер. Бұл топ мемлекетте, жалпы халықта барлығының дәрежесі тең болсын деп, 50-50 билік жағда, қарапайым жағда, корольдіктер де парламентте билік жүргізсе, тепе теңдікті ұстайтын топ. Оны Англияда леверлерлер деп атайды. Леверлердің жетекшілері, көшбасшылары ол бізде Лильберн, Овертон және үшіншісі Уэллвин. Осы леверлерлер мыңдаған қала тұрғындарын ремонстрациясы деген заңдар жинағын шығарған болатын. Енді Англияның республика болып жариялануы. Жариялануы кезінде үш негізгі оқиға орын алады. Оның біріншісі, корольді Ньюпорттан Херсет бекініс түрмесіне ауыстырады. Жаңа ол Шотландия жерінде тұтқынға түсіп қалды ғой. Екінші, полковник Прайт төңкеріс жасайды. Оны төңкерісті Англия тарихында Прайттік тазарту төңкерісі деп атайды. Үшінші, жоғарғы сот корольді соттау туралы шешім қабылдайды. Осылай Англия тарихында бірінші республика 1649 жылдың мамыр айында республика болып Англия жарияланады. Шынайы леверлер немесе диггерлер. Бұл топ басшысы Джерард Уинстенли корольге қарсы өзінің негізгі міндеттерін көтереді. Шынайы леверлер немесе диггерлер. Олардың басты мақсаты қойған талаптары. Мүлік теңдігі. Мүліктеріміз барлығы тең болсын дейді. Жерді қоғамдастыру және қанауды тоқтату. Қанау дегеніміз жалпы қарапайым халықтарды тонау мәселесі. Соны тоқтатсын деген негізгі шынайы леверлерлер, диггерлердің қойған талаптары. Осы үш негізгі талап бойынша. Келесі кезекте 1658 жылы Оливер Кромвель қайтыс болған болатын. Ол 58 жылы қайтыс болмай тұрып, жалпы Оливер Кромвель Ирландия мен Шотландияға соғыс ашып, осы екі жерді басып алған болатын. Шотландияны алды, Ирландияны басып алды және Англияны. Осы үш жерде өзінің протекторын, билігін шексіз жүргізген болатын. Осы үш жерде. Келесі. Кейін ол парламентті таратып тастайды. Оливер Кромвель кіші немесе бербондық парламентті құрған болатын. Кейін кіші парламент өзінен өзі таратылып кеткен болатын. Басқару құралы туралы конституция қабылданады. Және бірінші Оливер Кромвель қайтыс болғаннан кейін 1658 жылы таққа Оливер Кромвельдің ұлы Ричард отырған болатын. Осы Ричард тақта отырған кезде Англияда реформалар жүргізуге дәрменсіз екінші республика орнаған. Жаңағы республика бірінші 1649 жылы мамыр айында құрылса, ал екінші республика ешқандай биліксіз, реформалар жүргізуге әл-ауқаты жоқ. Англиядағы екінші республика ол бізде Ричардтың кезінде құрылған болатын. Кейін Голландияның Бред қаласында иммиграцияда жүрген екінші Карлдың билікке келуі басталады. Яғни халық арасында, мемлекетте Ричардтың билігі төмен түседі. Содан кейін Бред қаласында иммиграцияда жүрген екінші Карлды шақыртады. Сосын екінші Карл Англия тарихында билікті жүргізеді. Корольдің саясатына, яғни екінші Карлдың саясатына қарсы оппозициялық топ қалыптасады. Осы оппозициялық топтың басшылығын жасап, жалпы Нидерланды үкіметінің басшылығына ұсыныс жасап, үшінші Вильгельм Оранскийді Англияға шақыртып, протестанттық еркіндікті қалпына келтіруін сұрады. Осы кезде Англия тарихында 88 жылы данықты революция болады. Ол данықты революция осыған дейінгі болған революциядан ең басты айырмашылығы 88 жылы
даңқты революция. Оның айырмашылығы бұл жерде қан төгіс болмайды. Сол себепті даңқты революция болып тарихта қалған болатын. Ол үшінші Вильгельм Оранский Лондонды басып алады, кейін қан төгіссіз алады. Содан кейін 1689 жылы король болып жарияланады. Даңқты революциядан кейін, орын алғаннан кейін монархиялық жүйе қалыптасады, жеке бір адамның ел басқаруы. Бірақ ол конституцияға бағынады. Конституция бойынша парламенттік жүйеде ол жаңа салықтар сала алмайды. Конституция бойынша. Және де бір жерге басқа бір мемлекетке шабуыл жасайын десе де жасай алмайды. Конституция тұр. Және тепе-теңдік дәрежесі ұсталынады. Жаңа мемлекеттік жүйенің негізі құжаты құқықтар туралы бил қалыптасады осы кезде. Ал үшінші Вильгельм Оранскийдің Англия тарихында таққа отырған уақыты 1689 жыл. Осылай жалпы революцияның тарихи маңызын үш маңызы қалыптасады. Ол бірінші феодализм толығымен күйрейді, орнына капитализм келеді. Яғни капитализмнің ашылуына үлкен жол ашылады. Екінші, парламенттің рөлі күшейеді. Парламенттік жүйе мен король билігі тепе-теңдікте ұсталынады. Үшінші, конституциялық парламенттік монархия орнайды. Бір король елді басқарады, ол парламентпен ақылдасады, оның билігі конституция бойынша шектеліп отырған болатын. Феодалдық құрылыстың жойылуы толығымен осы кезде жаңа қоғамдық қатынастардың қалыптасуы басталады.